Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Миромонович Мирзиеевқа, Али Majlis Низамшылық палатасына, жоғары кеңесіне, Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесіне, Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесіне, Қарақалпақстан Республикасы халқына, бүткіл Өзбекстан халқына мұражат Қарақалпақстан телерадио компаниясы қызметкерлері атынан. Біздер Өзбекстан Республикасы Конституциясындағы 4-ші бөлім 17-ші баптағы 70, 71, 72, 73, 74, 75-ші статьялардың өзгеріссіз қалуын сорап қаламыз. Біз бұл статьяларға өзгеріс кіргізуге қарсымыз. Сондай-ақ бүгінгі күнде 2016 жылы біз президентімізді үлкен үмітлерменен сайлап, демократиялық жолменен рауажанамыз деген бағдарда суверенитетімізге қол қатылмайды деген үлкен үмітлермен оны сайлағанбыз. Соның үшін құрметті президент, біз жергілікті ғалаба хабар құралдары сипатында халқымыздың рухиятын сізге жеткізіп бермекшіміз. Бүгінгі күнде Қарақалпақ халқы, соның ішінде басқа милләтлер де Қарақалпақстанда жасайтын. Һәммесі 70, 71, 72, 73, 74 һәм 75-ші статьялардың өзгеріссіз қалуының талаптары. Демек, һәммеміздің пікір ұсыныстарымыз һәммесі инабатқа алынып, бұл нәрсе бір қан төгіспесіз һәм har қандай бір жанжалдерсіз тыныш тату жолмен шешіледі деген үлкен үмітпенен біз мұражат етіп жатырмыз. Осы орында сонда айтып өту керек, міне дерлік бір хапте давамында Қарақалпақстан аймағында har bir бұқара өзінің бір наразылығын білдірген пікірлер де болып жатыр. Лекін біз телеканал жамааты бұны тікелей эфирге алып шығуға, олардың пікірлерін жарытуға имканиятымыз болмай жатыр. Бізге мүмкіншілік берілмей жатырды. Конституцияда көрсетілген цензураға жол қойылмайды деген біздерге жаратылған имканият қайда деген сұрау пайда болады осы орында. Енді бүткіл халықтың бір үлкен бір сенімі, үлкен бір ниеті, үлкен бір сол ата мирас болып келатырған бір үлкен нәрсеміз бұл біздердің бір суверенитетіміз, біздердің бір ғаресіздігіміз. Әлбетте біздер сол сүйіклі халқымыз жүда бір сүйетұғын президентіміздің бастамаларымен Қарақалпақстанда өткеліп жатырған барлық реформаларды қолдап қуатлаймыз. Оның қамқорлығының бір шегі жоқ, бейбақа. Һәм осы мәселеде айне сол сүйіклі президентіміздің қандай да дәрежеде сөзі салмақты болады, қандай да дәрежеде өзі әділ бір қандай да бір пікір білдіреді. Һәм осы бұрынғы конституциядағыдай со 75-ші статьяға дейінгі со белгіленген мәселелердің барлығы, белгіленген пікірлердің һәммесі со өзгеріссіз қалады деген со сенім білдірме үлкен. Осы мәселеде со тек қана мен ойымша со президентіміздің пікірі, президентіміздің дұрыс көз қарасы, халыққа болған сондай бір мехірі нәтижесінде со бір дұрыс әділ бір қандай да бір шешім қабыл етеді деген үміттемін. Орында айрықша атап өтпекшімен, біздер конституцияда өздеріміздің цензураға жол қойылмасын, сондай әркім өзінің еркін пікірін білдіру құқығына ие деген өзіміздің конституциялық құқықтарымыздан пайдаланған халда, біз қазіргі уақытта Өзбекстанмен бірге рауаждануға қарсы емеспіз, бірақ конституциядағы сол атап өтілген 70, 71, 72, 73, 74, 75-ші статьялардың ғана өзгеріссіз қалуының талаптарымыз. Басқа рауаждануларға біз қолдап қуатлаймыз, қарсы емеспіз. Тек қана сол референдум һәм суверенитетіміз бізде қалу керек. Біз соны талап етеміз һәм соны сұрап қаламыз.